Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен Ferrero Rocher тортын даярлайтын боламыз. Торт шоколадный бисквиттен, шоколадный ганаштан, фундучный даквас, фундучный паралине, сливочный крем және заварной кремнен құралған. Бұл торт мен даярлаған ең дәмді шоколадты торттардың бірі. Торттың толық даярлау жолын түсіндіретін боламын, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Алдымен торт бисквитін даярлаймыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа, 80 грамм қант, 40 грамм сүт, 30 грамм өсімдік майы, 66 грамм ұн, 13 грамм какао, 4 грамм разрыхлитель қажет. Алдымен 2 дана жұмыртқаға қанттың барлығын саламыз. Жұмыртқаның түсі ағарып, көлемі бірнеше есе ұлғайғанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Миксердің венчигін көтерген уақытта жұмыртқа баяу ағып, оның ізі көпке дейін кетпей тұруы тиіс. Құрғақ заттар ұн, какао, разрыхлительді бір ыдысқа салып, оны венчикпен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Өсімдік майы мен үй температурасында сүтті бір ыдысқа құйып, оны да араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды кезектестіре отырып жұмыртқаға саламыз. Бірінші құрғақ заттарымызды елеп отырып саламыз. Оны силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Біркелкі массаға айналған уақытта сұйық затымыз сүт және өсімдік майының бір бөлігін қосып, тағы да силиконовый лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін астынан үстіне қарай араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ заттарымыздың тағы бір бөлігін қосып, оны да силиконовый лопаткамен араластырамыз. Осылайша құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды кезектестіре отырып, барлығын араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Бисквит үшін 16 см форманы қолданамыз. Бисквитті 165 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45 минут пісіреміз. Ал егер мен секілді 2 форманы қолданатын болсаңыз, онда шамамен 20-25 минут уақыт көлемін алады. Аздап суыған бисквитті формадан шешіп, оны толық суығанға дейін сетканың үстінде қалдырамыз. Шоколадный бисквит воздушный, әдемі болып пісуі қажет. Толық суғаннан кейін оны пищевая пленкамен орап, 6-8 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Фундучный даквас даярлаймыз. Ол үшін бізге 15 грамм үгітілген фундук, 69 грамм қант, 94 грамм ақуыз, 75 грамм фундук ұны, 22 грамм бидай ұны және 40 грамм қант ұнтағы қажет. Егер сіздерде фундук ұны болмаған жағдайда, оны блендермен үгітіп, ұн жасап алсаңыздар болады. Таза әрі құрғақ ыдысқа ақуызды және қантты салып, оны миксермен араластырамыз. Ақуыз әппақ болып көпіріп, көлемін бірнеше есе ұлғайтуы тиіс. Бірақ миксердің басын көтерген уақытымызда ол жұмсақ болып тұруы керек. Яғни ақуызды до плотных пиков жеткізбейміз. Оны миксердің басын көтерген уақытымызда ол аздап ағып, жұмсақ болып тұруы тиіс. Құрғақ заттарымыз фундук ұны, бидай ұны және қант ұнтағын бір ыдысқа салып, біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Даярлап араластырып алған құрғақ заттарымызды меренгаға бірнеше бөлікке бөліп отырып саламыз. Бірінші бөлігін саламыз, одан соң силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Екінші бөлігін салып, оны да силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Силиконовый лопатканың орнына қасықты қолдануға болмайды, өйткені меренга басылып қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде силиконовый лопатканы қолданғандарыңыз абзал. Соңында үгітілген фундукты қосып, оны да біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Противинге пергамент қағазын төсеп, оған 16 см форманы сызып аламыз. Оның үстіне даярлап алған массамызды орналастырамыз. Фундучный даквас піскен уақытта оның көлемі ұлғаяды, сондықтан жан-жағын қасықпен 16 см-ге жеткізбей жайыңыздар. 175 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Фундучный даквасты бисквит секілді алдын ала даярлап қойса болады, тек оны холодильникте сақтауға болмайды. Шоколадный ганаш даярлаймыз. Ол үшін 260 грамм молочный шоколад және 140 грамм 33% сливки қажет. Сливкиді ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Ыстық сливкиді молочный шоколадтың үстіне құйып, бірнеше минутқа қалдырамыз. Ерген шоколад біркелкі массаға айналу үшін оны погружной блендермен араластырамыз. Шоколадный ганаштың бетін пищевая пленкамен тигізіп жауып, оны холодильникке 6-8 сағатқа салып қоямыз.
Ореховая паралиния даярлаймыз. Ол үшін бізге 50 грамм қуырылған фундук және 50 грамм қант қажет. Қанттан құрғақ карамель жасайтын боламыз. Қантты асты қалыңдау бір ыдысқа салып, оны газға қоямыз. Қант әбден еріп біркелкі массаға айналған уақытта оған фундуктың барлығын саламыз, оны жақсылап араластырамыз. Қуырылған фундуктың барлығы осы карамельге орануы тиіс. Фундук карамельмен әбден араласқаннан соң оны силиконовый ковриктің үстіне төгеміз. Силиконовый ковриктің үстінде толық суығанға дейін қалдырамыз. Толық суығаннан соң оны блендер ыдысына салып, майдалап үгітеміз. Тортты жинағанға дейін қалдырамыз, бірақ холодильникте сақтамаймыз. Негізінен бұл тортта бисквит пен ганашты алдын ала 6-8 сағат бұрын даярлау қажет. Ал фундучный даквоз бен ореховая паралиния тортты құрардың алдында толық суы қажет. Негізінен оларды алдын ала даярласа болады, бірақ холодильникте сақтауға болмайды. Ал торттың кремін, яғни заварной крем мен сливочный кремді міндетті түрде тортты құрардың алдында даярлау қажет. Заварной крем даярлаймыз. Ол үшін 50 грамм сүт, 1 сарыуыз, 12 грамм қант, 5 грамм жүгері крахмалы, 25 грамм ақ шоколад, 2 грамм желатин, 12 грамм желатин үшін су қажет және 20 грамм 33% сливки қажет. 2 грамм желатинге 12 грамм су құйып, оны жақсылап араластырып, желатин ісінгенге дейін қалдырамыз. Сарыуызға қант пен крахмалды қосып, оны біркелкі болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Сүтті ысытып аламыз. Ыстық сүтті сарыуызға аздап отырып қосып, венчикпен үздіксіз араластырамыз. Сарыуыз араласқан сүтті қайттан ковшқа құйып, оны қайтадан газға қоямыз. Баяу отта үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанға дейін жеткіземіз. Ыстық заварной массамызға шоколадты қосамыз. Шоколад әбден еріп біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен араластырамыз. Осы заварной массамызға ісінген желатинді қосып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Суық сливкиді өз формасын ұстанғанға дейін миксермен бірнеше минут көлемінде араластырамыз. Заварной крем комната температурасына дейін суыған уақытта оған сливкиді қосып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін силиконовый лопаткамен араластырамыз. Сливочный крем даярлаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм творожный сыр, 80 грамм 33% сливки және 70 грамм сахарная пудра қажет. Творожный сыр мен сахарная пудраны біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Оған сливкиді қосып, барлығын миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін тағы да араластырамыз. Араластыру уақыты миксердің жоғары жылдамдығымен шамамен 1-2 минут көлемінде алады. 6-8 сағаттан соң шоколадный ганашты шығарып, оның бетіндегі пищевая пленкасын аламыз. Холодильниктен шыққан ганаш өте қоймалжың болып келеді, сондықтан оны 15-20 минут көлемінде микроволновкаға салып, аздап жылытып алу қажет. Аздап жылытылған ганашты бірнеше минут көлемінде миксермен араластырамыз. Тортты 16 сантиметрлі формаға жинаймыз. Тортты заказға даярлайтын болсаңыз, оның астына міндетті түрде подложка төсеңіз. Торттың ең астына бірінші бисквитті орналастырамыз. Бисквиттің бетін сүтпен пропитка жасаймыз. Пропитка жасалған бисквит өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Сливочный кремді кондитерлік мешокқа салып, оны біркелкі етіп, бисквиттің бетіне жағып шығамыз. Сливочный креммен айналасына бортики жасаймыз, яғни қабырғасын жасаймыз. Оның ортасына шоколадный ганаштың жартысын орналастырамыз. Оның үстіне даярлап алған ореховая паралинияның жартысын орналастырамыз. Үстіне фундучный даквозды орналастырамыз. Айналасына сливочный креммен қабырғасын жасап, ортасына заварной кремді орналастырамыз. Заварной кремнің үстіне ореховая паралинияның екінші бөлігін орналастырамыз. Үстіне фундучный даквоздың екіншісін орналастырамыз. Оның үстіне сливочный кремді жағып шығамыз. Содан соң сливочный кремнен қабырғасын, яғни бортики жасаймыз. Оның ортасына ганаштың екінші бөлігін орналастырамыз.
Үстіне екінші бисквитімізді орналастырып, бетін сүтпен пропитка жасаймыз. Қалған сливочный кремді бетіне жағамыз. Тортты бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Торттың сыртын қалауыңыз бойынша сливочный креммен немесе ганашпен қаптасаңыз болады. Ол үшін 330 грамм молочный шоколадқа 165 грамм сливкиді қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін погруженный блендермен араластырамыз. Сливкиді ысытқан уақытыңызда қайнап кетпеуі тиіс. Бетін пищевая пленкамен жауып 6-8 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 6-8 сағаттан соң ганашты комната температурасында 10 минутқа қалдырамыз. Ганаш жұмсарған уақытта бірнеше минут көлемінде оны миксермен араластырамыз. Ганашты комната температурасында 10 минуттан артық уақытқа қоюға болмайды. Сливки суық температурада араласатын болғандықтан жылы температурада ол іріп кетуі мүмкін. Торттың сыртын даярлап алған шоколадны ганашпен қаптап шықтым. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Алдағы уақытта сіздермен тағы да ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің жасалу құпиясымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.